Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Абай атындағы нөмірі 1 орта мектеп гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Серикова Майра Сериковна. Қазақ тілі пәні 2 сынып, 1-90, 5 апта, 14 сабақ. Сабақтың тақырыбы: бұл менің отбасым. Сабақтың мақсаты: отбасы мүшелерімен танысады, оларды қазақ тілінде атайды, жаңа сөздердің мағынасын түсініп, өз отбасы туралы айтуға дағдыланады. Бағалау критерийлері: отбасы мүшелерін атай алады, сөздердің мағынасын түсінеді. Бұл менің отбасым. Сурет пен жұмыс. Балалар, бұл кімнің отбасы? Отбасында неше адам бар? Олар кімдер? Кім айтады? Бұл менің отбасым. Мәтін мен жұмыс. Менің атым Әлібек. Менің отбасым үлкен. Отбасымда 7 адам бар. Олар атам, әжем, әкем, анам, әпкем, інім және қарындасым. Бағалау критерийлері: мәтінді түсініп оқиды, отбасы мүшелерін атайды, мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды. Дескриптор: сөздерді қатесіз оқиды, 1 балл, отбасы мүшелерін біледі, 1 балл. Бағалау: 2 балл. Сөздік пен жұмыс. Балалар, сөздік дәптерлеріңді ашыңдар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлерімізге жазып аламыз. Әпке, аға, іні, қарындас, сіңілі. Қарындас деп ұл балалар өзінен кейінгі қыз баланы айтады. Сіңілі деп қыз балалар өзінен кейін кіші сіңілісін сіңілім деп айтады. Дескриптор: жаңа сөздердің мағынасын түсінеді, 1 балл. Ауызша жазбаша сөйлеу тілінде қолданады, 1 балл. Бағалау: 2 балл. Ал балалар, орнымыздан тұрып, сәл тынығып демалып алайық. Бас бармақ, балаң үйрек, ортан терек, шылдыр шүмек, кішкентай бөбек. Бас бармақ атам, балаң үйрек әжем, ортан терек әкем, шылдыр шүмек анам, кішкентай бөбек мен. Дұрыстап айт. Тәуелдік жалғауларын дұрыс айтып үйренеміз. Менің әпкем, сенің әпкең, оның әпкесі. Менің қарындасым, сенің қарындасың, оның қарындасы. Сенің әпкең, інің бар ма? Оның сіңілісі, ағасы бар ма? Әнелдің ағасы бар. Дескриптор: тәуелдік жалғауларын қатесіз оқиды, 1 балл. Ауызша жазбаша сөйлеу тілінде қолданады, 1 балл. Бағалау: 2 балл. Балалар, бұлар кімдер? Менің әжем, менің атам, менің әкем, менің анам, менің әпкем, менің сіңілім немесе менің қарындасым, менің ағам, менің інім. Бұлар кімдер? Отбасы мүшелерін атайық. Дұрыс. Жазылым тапсырмасы. Оқулықтың 46 бетін ашамыз. 5 тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды жаз. Менің әпке, сенің әпке, оның әпке. Балалар, әпке сөзіне қай қосымша жалғанады деп ойлайсыңдар? Менің аға, сенің аға, оның аға. Аға сөзіне қай қосымша жалғанады? Менің іні, сенің іні, оның іні. Іні сөзіне қай қосымша жалғанады?
Дескриптор тиісті қосымшаларды дұрыс жалғайды, 1 балл. Ауызша, жазбаша сөйлеу тілінде қолданады, 1 балл. Бағалау, 2 балл. Ой қозғау, отбасы мүшелері. Балалар, мына кластерге отбасы мүшелерін жазамыз. Дескриптор отбасы мүшелерін жазады, 1 балл. Сөздерді қатесіз жазады, 1 балл. Бағалау, 2 балл. Үй жұмысы, менің отбасым тақырыбына сурет салып келу. Балалар, егер сабақ қызықты болды десеңдер, күлімдеп тұрған күнді көрсетеміз. Әлі де түсінуім керек, сұрағым бар десеңдер, күн астындағы бұлтты көрсетейік. Мен ештеңе түсінбедім десеңдер, нөсерлеп жауып тұрған жаңбырды көрсетеміз. Сау болыңдар, балалар.